Бірінші дәріс – білім беруді ақпараттандыру қоғам дамуының факторы ретінде. Дәрістің жоспары: 1. Қоғамды ақпараттандыру әлеуметтік үдеріс пен оның негізгі сипаттамалары ретінде. 2. Ақпараттандырудың гуманитарлық және технологиялық аспектілері. 3. Ақпараттандырудың білім беру саласына әсері. 4. Қоғамды ақпараттандыру жағдайында білім беру жүйесінің жұмыс істеу және іске асыру тетіктерінің өзгеруі мен даму тарихы. Қазіргі адамзат ақпараттандыру деп аталатын жалпы тарихи үдеріске қосылды. Ең бастысы материалдық тауарлар өндірісі болған индустриалды қоғамнан айырмашылығы. Қазіргі постиндустриалды қоғамда ақпарат өндірісі негізгі қызмет түріне айналады. Ақпарат дегеніміз адамдар, заттар, фактілер, оқиғалар, құбылыстар мен үдерістер туралы білім. Оларды ұсыну формасына қарамастан, оларды материалдық ортада сипаттауға болады. Және бұл үдеріс ақпараттандыру деп аталады. Екпіндердің мұндай ауысуы біріншіден адамзат өзінің тіршілік ету ортасының табиғи ресурстарының шектеулі екенін білетіндігімен, екіншіден жаһандық проблемалардың пайда болуымен, мысалы энергетикалық, экологиялық проблемалармен байланысты, оларды бұрынғы құралдармен шешу мүмкін емес. Ақпарат әлемдік қауымдастық дамуының басты ресурстарына айналады және басқа салалар мен сфераның дамуына айтарлықтай әсер етеді. Ғылым, техника, әлеуметтік салалар, адамдар арасындағы мәдени қарым-қатынас пен білім беру. Ақпаратты қоғамның негізгі құндылықтары: білім, біліктілігі, ойлаудың дербестігі, ақпаратпен жұмыс істей білу және осы негізде шешім қабылдау, тар кәсіби салада ғана емес, сонымен қатар аралас салалардан да хабардар болу. Білімге, тәжірибеге сүйене отырып, өз бетінше ойлау қабілеті тек эрудицияда немесе белгілі бір мәселелерді шешу үшін осы білімді қолдана алмастан білімнің кең спектріне ие болудан әлде қайда жоғары бағаланады. Құзыреттілік сияқты нәрсе бірінші орынға шығады. Сонымен қоғамның даму дәрежесін анықтайтын негізгі немесе басты құзыреттілік ретінде Еуропа кеңесі мыналарды атап өтті. Біріншісі, әлеуметтік саяси шешімдерді бірлесіп қабылдауға қатысқан үшін жауапкершілік. Екіншісі, айырмашылықтар түсінуге, өзара түсіністікке негізделген мономәдени қоғамдағы басқа мәдениеттердің, тілдердің, діндердің адамдармен бірге өмір сүру қабілеті. Үшіншісі, қоғамдық және кәсіби қызметте маңызды рөл атқаратын ауызша және жазбаша қарым-қатынасты меңгеру. Бұл дағдысы жоқ адамдарға қоғамнан кету қаупі төнеді. Төртіншісі, жаңа технологияларды меңгеру қабілеті. Бесіншісі, бақ арналары арқылы таратылатын ақпарат пен жарнамаға сыни көзқарас, шындықты өтіріктен ажырату қабілеті. Алтыншысы, кәсіби, сондай-ақ жеке және қоғамдық өмірде үздіксіз дайындықтың негізі ретінде өмір бойы оқу мүмкіндігі. Осылайша қоғамды ақпараттандыру ұғымын келесідей анықтауға болады. Ғаламдық әлеуметтік үдеріс. Оның ерекшелігі әлеуметтік өндіріс саласындағы қызметтің басым түрі микропроцессорлық және компьютерлік технологиялар негізінде, сондай-ақ әртүрлі ақпарат алмасу құралдары негізінде жүзеге асырылатын ақпаратты жинау, жинақтау, өндіру, өңдеу, ұсыну және пайдалану болып табылады. Ақпараттандыру бұл келесі өзара байланысты процестер жүйесі. Электрондық құралдарды сақтау, өңдеу және ұсыну үшін қолжетімді нысанда барлық әлеуметтік маңызды ақпаратты ақпараттық оқшаулау және ұсыну. Танымның бағыты қоғамға өзінің дамуын барлық деңгейлерде, жеке іс-әрекеттен бастап қоғамдық институттардың жұмысына дейін белсенді динамикалық реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әлемнің тұтас ақпараттық моделін қалыптастыру және сақтау. Материалдық электронды құралдардың ғаламдық инфрақұрылымын құру, ақпаратты өңдеу және ұсыну. Технологиялық және гуманитарлық салаларда әлеуметтік салаларға әкелетін қоғамды ақпараттандырудың екі негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілі бар. Біріншісі технологиялық тәсіл. Онда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар еңбек өнімділігін арттыру құралы болып саналады және оларды қолдану негізінен өндіріс пен басқару салаларымен шектеледі. Екіншісі ақпараттық-коммуникациялық технологиялары адам өмірінің маңызды бөлігі ретінде қарастырылатын өндіріс пен басқару үшін ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік мәдени саланы дамыту үшін де маңызды гуманитарлық тәсіл. Қоғамды ақпараттандыру келесі әлеуметтік салдарға әкеледі. Ақпараттық салада жұмыспен қамтылғандар санының өсуі, ақпаратты өңдеушілер, таратушылар. Көптеген еңбек түрлерін интеллектуалдандыру және нәтижесінде мамандардың жалпы білім беру дайындығы мен кәсіби дайындығына қойылатын талаптарды арттыру. Қазіргі кәсіптердің жойылуы, әсіресе көптеген жұмыс мамандықтарының роботтандырылуына және жасанды интеллект жүйелерінің енгізілуіне байланысты, сондықтан ақпараттандыру қоғам дамуының негізгі факторына айналатыны анық.
жаңа кәсіптердің пайда болуы. Қоғамды ақпараттандыруда білім беру жүйесі ерекше рөл атқарады. Өйткені білім бір жағынан ақпаратты тұтынушы, екінші жағынан жаңа ақпараттық технологияларды жасаушы жоғары білікті кадрлар ретінде әрекет етеді. Ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті қазіргі адам үшін басым бағыттардың біріне айналғандықтан, білім беру жүйесі оқушының мектептен бастап сыни ойлау қабілетін қалыптастыруға арналған білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау, сыни ойлаумен сипатталады. Білім, ойлаудың икемділігі, ақпараттың үлкен ағымына жүру қабілеті адам үшін өмір бойы маңызды құндылықтарға айналады. Дәл осындай құндылықтар қоғам үшін де маңызды, өйткені ғылымның, мәдениеттің және өндірістің барлық салаларында технологиялардың қарқынды дамуы білімді адамдардың шығармашылық әлеуетін басқару саласында ғана емес, сонымен қатар технологияларға қызмет көрсету үшін де қолдануды қамтиды. Сондықтан білім беру, ақпараттандыру қоғамды ақпараттандырудың басым бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. Білім беруді ақпараттандыру дегеніміз, білім беру саласын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық, педагогикалық мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған және ыңғайлы баспа жағдайында қолданылатын қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларын әзірлеу және оңтайлы пайдалану әдіснамасымен, технологиясымен және практикасымен қамтамасыз ету үдерісі. Қоғамды ақпараттандырудың әсерінен орта және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен іске асырылу механизмінде айтарлықтай өзгерістер орын алады. Сонымен ақпараттандыру келесі процестерді бастайды. Ғылыми-педагогикалық ақпараттың, ақпараттық-әдістемелік материалдардың, коммуникация желілердің автоматтандырылған деректер банкін пайдалану негізінде білім беру жүйесін басқару тетіктерін жетілдіру. Қоғамда ақпараттандыру жағдайында білім алушының тұлғасын дамыту, міндеттеріне сәйкес келетін оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, әдістері мен ұйымдастырушылық нысандарын іріктеудің әдіснамасы мен стратегиясын жетілдіру. Білім алушылардың білім деңгейін бақылау және бағалау үшін компьютерлік тестілеу, диагностикалық әдістерді жасау және пайдалану. Білім алушының зияткерлік әлеуетін дамытуға, өз бетінше білім алу, ақпараттық оқу, эксперименттік зерттеу қызметін жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыруға, ақпаратты өңдеу бойынша бірлескен қызметтің әртүрлі түрлеріне бағытталған оқытудың әдістемелік жүйелерін құру. Білім беруді ақпараттандырудың кезеңдері. Білім беруді ақпараттандырудың бірінші кезеңі электронизация. Студенттерді алдымен техникалық мамандықтарға, содан кейін гуманитарлық мамандықтарға дайындау үдерісіне электронды құралдар мен компьютерлік технологиялардың кеңінен енгізілуімен сипатталады және алгоритмдеу, бағдарламалау негіздерін, логика алгебрасының элементтерін, компьютерлік математикалық модельдеуді оқытуды ұсынды. Білім беруді ақпараттандырудың екінші кезеңі компьютерлендіру. Неғұрлым қуатты компьютерлердің достық интерфейсі бар бағдарламалық жасақтаманың пайда болуымен байланысты және ең алдымен адам мен компьютерлердің диалогтік өзара әрекеттесуін қолданумен сипатталады. Оқушылар білім беру процесінің субъектілері ретінде алғаш рет компьютерде жұмыс жасай отырып, нақты объектілердің модельдерімен, алмастырғыштармен өзара әрекеттесуге және ең бастысы оқу объектілерін басқаруға мүмкіндік алды. Білім беруді ақпараттандырудың үшінші заманауи кезеңі қуатты дербес компьютерлерді, жоғары қуатты жылдам дискілерді, жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды, мультимедиалық технологиялар мен виртуалды шындықты қолданумен, сондай-ақ ақпараттандыру процесі мен оның әлеуметтік салдарын философиялық түсінумен сипатталады. Назарларыңызға рахмет.